мынау шкиф калим баллон болтын шешу үшін 444 Ягуар моторда сағатқа қарама қарсы босайды да. 5 объемдікі сағат бойынша босалады оларда. Левый резьба. Былай қарап тартылады, былай қарап босайды. Мынанікі наоборот. Соны шаталастырып жүрменде. 5 объемдікі керісінше левый резьба, мынау оң резьба. Оңға қарай қысылады, солға қарай босайды. Мынаны қазір босатып келе жатырмыз. Қиын шығып келе жатыр. Фиксатор резьбайды көп жаққан ба, бұрынғыларын шешкен кезде бүйтіп былай нормально шығады, мына что-то қиын шығып жатыр. Одан кейін арнайы кілттерің болмаса, мынау кезде зилым болған ғой, Гаспер 3 зилы, соның шатуны мынау. Содан жасаған ғой мынау. Үстіп босатасыңдар. Бұл енді мынау радиаторда қайнатып жатыр. Радиаторында қиын келе жатыр, короче. Фиксаторды аямай төккен ба. Осылай босатасыңдар міне. Мынандай грузовой головкалармен босатпасаңдар, ана набордағы трещотканың шамасы жетпеуі мүмкін. Мұндайларда көбінесе имемен босатамыз ғой, мынандай грузовой головкалармен. Қарай келе жатыр, бірақ қиын келе жатыр. Маған шешенің жақсы баласы. Бұларда мына конуспен тұрады да, мынау шкиф калим баллон, соны ақырнап тықылдатып отырасыңдар ғой, өзі босайды. Конус босаса болды. Конус деген енді сәбізге ұқсап қалған ғой. Сәбізді өйстіп босатасыңдар. Конус босайды. Ыстап тұр ма? Заводской бірінші шашып жатыр да. Пломбасымен тұр әлі. Пердесімен, короче. Не кетті міне. Не осылай босайды. Ютубтың өзіне осылай босатады. Міне қарасыңдар, өстіп босатасыңдар міне. Анау кадиллактарда бір оландай қыздырып отырып кіргізесің. Шығару бір проблема съемниктермен. Мынанікі просто конус жіберсе болды. Шығып кетеді. Қазір кішкене неғып тұр да. Конус сәл ғана қысып тұр. Қазір отверкамен бостан қалсын. Қазір. Так, отверкаларымыз қайда кетті екен? Қазір тағамыз. Міне мына конус қысып тұрады, мына сәбіз. Ой, кіріп кетті. Айғырсық. Қырсық шығады. Әне шығып келе жатыр. Не болды, осылай шығарасыңдар оны. Range Rover 444 Ягуар мотордікі міне. Мына жерде өзінің арнайы сальнигі бар, мына жерде мынандай колечкасы ішінде. Сыртындағысы мынау двойной болады. Мынау уже бычыт болып тұр ғой мынау. Көрдіңдер ма? Бұл двойной болады сальник. Бер жағындағысы бөлек, бұл сынып кетті ғой міне. Осыдан уақыты болып қапты онында. Короче, мынандай сәбізді тықылдатсаңдар босатып жібереді өзі. Қысқан кезінде центрін ұстап жақсылап тұрып қысады. Не істесіңдер. Ал енді мына не мағына береді десеңдер. Мынау міне қараңдар. Не мағына береді десеңдер. Бұл 8 деген мағына береді. Міне 4 цилиндр. Бұл 8 жасасын.